Абай ілімі біздің ұлттық бірегейлігіміздің, ұлттық болмысымыздың өзегі болуға тиіс. Оның ой толғамдары қанша заман өтсе де өзекті болып қала береді. Қазіргі адал азамат тұжырымдамасы ұлы ойшылдың толық адам идеясымен тығыз астасып жатыр. Біз Абайдың қара сөздерін ЮНЕСКО-ның әлем жады деректі мұралар тізіміне енгізуіміз керек. Әл-Фараби ясауи ілімдерде ұлт руханиятының үстіні саналады. Ашығын айтсақ, ұлы бабаларымыздың өсиеттерін олардың мерейтойы кезінде ғана еске аламыз. Бұл дұрыс емес. Сондықтан Әл-Фараби, ясауи және Абай ілімдерін жан-жақты дәріптейтін ғылыми жиындарды тұрақты өткізіп тұрмыз қажет. Бұл басқаға емес, ең алдымен өзіміз үшін керек. Олардың мұралары біздің рухани философиялық болмысымыздың тірегі. Еліміздің гуманитарлық институттары ұлы ойшылдарымыздың ілімін жүйелі түрде насихаттағаны жөн. Басты міндет халқымыздың баға жетпес қазынасы ұлттық мұрасын сақтап, ұрпаққа табыстау.